Баршаңызға сәлем. Мен бүгін восточный пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін 250 грамм електен өткізілген ұнымызға 130 грамм сары майымызды салып, осылай үгітеміз. Майымыз үгітіліп болғаннан кейін оның үстіне 100 грамм қантымызды саламыз. Және де құрғақ қоспаларымызды осылай араластырып шығамыз. Майымыз әбден үгітілген кезде үстіне бір жұмыртқамызды салып, қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды салафанға салып, осылай тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Сол аралықта салмасын дайындаймыз. Үйімізде келген сухофруктыны осылай турап, дәнді дақылдарды дайындап аламыз. Қамырымызды осылай формамыздың ішіне жайып шығамыз. Жан жақтарын осылай қайырып, бортиктер жасаймыз. Бір келкетіп жайып шығамыз. Қамырымыз дайын болған кезде бағанағы дайындап қойған жеміс жидектерімізді осылай қамырымыздың ішіне салып шығамыз. Тегістеп қоямыз. Және де үстіне бір сгущенкамызды алып осылай құйып шығамыз. 180 градус пеште жарты сағат пісіріп шығамыз. Бәріңізге ас болсын. Сіздермен Ақнұр Ерғалиқызы.